күн, сіздермен мен Жанерке Сағымжан. Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің осы аптадағы айтулы жаңалықтарымен таныстыратын боламын. Оңтүстік арнайы экономикалық аймағы құрылған күннен бастап жалпы инвестиция сомасы 54,89 миллиард теңгені құрайтын 30 жоба іске асырылды. Аталмыш аймақ кәсіпорындарында 2000-нан астам жұмыс орны құрылды. Қазіргі таңда инвестициялық портфель жалпы құны 116,9 миллиард теңге болатын 52 жобадан тұрады. 2022-2024 жылдары жалпы инвестиция сомасы 62,2 миллиард теңге болатын 22 жоба іске қосылады деп күтілуде. Нәтижесінде жаңадан 3000-нан астам жұмыс орны құрылатын болады. 2022 жылдың 1-ші тоқсанында елімізде 2,8 миллион шаршы метр баспана пайдалануға берілді. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев үкімет отырысында өнеркәсіп, көлік және құрылыс саласындағы жағдай туралы хабардар етті. Бүгінгі таңда республика бойынша барлығы 23,3 мың үй пайдалануға беріліп, 15,1 миллион шаршы метр тұрғын үй салу жоспарланған. Жасыл даму акционерлік қоғам қаражаты есебінен Қазақстанның азаматтарына жеңілдетілген автонесие беру және автобус паркін жаңарту бойынша бағдарлама әзірленуде. Жеңілдетілген несие бағдарламасы бойынша қаржыландыру сомасы шамамен 100 миллиард теңгені құрайды. Өңірлердегі автобустар паркін жаңарту үшін 30 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінетін болады. Ақпаратымызды әрмен тұрғын үй мәселесі бойынша жалғастырамыз. Бұл жайлы министр Қайырбек Өскенбаев өзінің Telegram каналында мәлімдеді. Ведомство басшысының пайымдауынша, жыл басынан құрылыс нысандарына жалпы сомасы 169 миллион теңгеден астам 615 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Осылайша биыл 28 наурызда Алматы қала құрылысын бақылау басқармасы кейбір ғимараттарда құрылыс монтаждау жұмыстарын тоқтата тұру және анықталған кемшіліктерді түзету туралы ұсыныс берді. Министрліктің жауапты комитеті 32 тексеру жүргізілген. Нәтижесінде 26 нұсқама беріліп, 18 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Қазақстанда жаңа тұрғын үйлерді пайдалануға беру туралы статистиканың дұрыстығын тексереді. Осылайша, агенттік жұмыс тобы соңғы 3 жылда еліміздегі өңірлердегі пайдалануға берілген тұрғын үй нысандарына тексеру жүргізуде. Бұл бағытта жұмыстарды сәуір айының соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Ираннан Қазақстанға әуе рейстері қайта жандануда. 2022 жылы 20 сәуірінен бастап, Ирандық Кеш Эйр әуе компаниясы Тегеран, Алматы, Горган, Ақтау бағыттарында тұрақты негізде әр бағыт бойынша аптасына бір рейс жиілікпен халықаралық рейстерді орындау жоспарланып отыр. Рейстер санитарлық талаптарға қатаң сақтай отырып, әуе компанияларының сайттары жарияланған кестеге сәйкес орындалатын болады. Апта жаңалықтарын министр Қайырбек Өскенбаевтың елордалық үй құрылысы жаңа желісінің жұмыс барысымен танысуы жайлы қорытындылаймыз. Тұрғын үй ғимаратының элементтері комбинат цехтарында жинақталған және құрылыс алаңдарында жұмысшыларға тек монтаждау жұмыстары ғана қалады. Осылайша, үй құрылыс комбинаты өнімдерін пайдалана отырып, құрылыс салушылар көп пәтерлі үйлердің құрылыс мерзіміне бірнеше есеге қысқарта алады. Кәсіпорынның жұмысымен танысу бойынша министр зауыттың өндірістік қуатын арттыру, елордаға қолжетімді тұрғын үйге сұраныстың тезірек қанағаттандыруға мүмкіндік беретінін атап өтті. Біз сипаттаған министрліктің осы аптадағы негізгі жаңалықтары осындай. Амандықта жүздескенше.